Құрметті YouTube көрермендерім, бүгін бір ұмытылып кетіп бара жатқан бидай ботқамыз, қазақтың ұлттық тағамының бірі бидай ботқамызды жасадым. Міне наурыз айында, өйткені мен өзім жас кезімде, кішкентай кезімде, мектеп кезімде біздің ауылда үнемі осы наурызға 22 наурызда осы бидай ботқаны жасайды. Қазіргі таңда да біздің ауылда осы бидай ботқамызды жасайды ауылда. Қараңыздаршы, міне. Мен осы бар ғой, көп адамнан сұрастырдым, бидай ботқаны негізі ешкім бұлай жасап көрмеген, оның үстіне көп адам білмейді екен. Бірі білсе, бірі білмейді екен бұл бидай ботқамызды. Сондықтан осы видеомды басынан бастап көріңіздер. Басынан бастап соңына дейін көріңіздер да, қалай жасалуын. Мінекей көрермендер, бұл ботқамызды қалай жасаймыз? Бұл ботқамызды мынау өздеріңіз көріп тұрғандай түйілген бұл бидай. Кәдімгі өзіміздің нан жасайтын бидайымыз. Осы бидайымыз мына түйілген екені көрініп тұр, өйткені маған ұнтағы тұр қолында. Сол қазір бұл бидайды жайлап баяу отта қойып аламыз. Бірақ қайнатпаймыз. Сіздер көріп отырыңыздар не болатын. Осы видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер, өйткені сіздер үшін маңызды болады. Қазір бұл бидайымызды әбден мұздай суға шайып, жуып, тазалап алайын. Мінекей бидайымызды әбден жуып, тазалап алдым. Енді бұны мынау таза сумен қазанға саламыз. Мынау суымыз бидайымыздан кішкене үшеліге 3 сантиметрге биігірек болу керек. Мінекей мынау бидайымызды қазанымызға салып, баяу отта мен плитаның үстіне қойып қойдым. Бұны бар ғой, енді бар ғой, мен сіздерге айтып қояйын, бұны қайнатпаймыз бірінші кезде. Қайнатпаймыз. Ары қарай тағы айтамын. Бұның жасау әдісі, қалай жасау әдісі бар. Сондықтан әр сөзімді мұқият тыңдап отырыңыздар. Есте сақтаңыздар. Бірінші кезде бұны қайнатып жібермейміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мына бидайымызды мен қайнатқан жоқ. Мына бетіне мынандай көбік шықты. Осы көбік шыққан кезде өшіріп тастау керек. Қайнатпау керек. Енді осы көбік шыққаннан кейін мен қазір бұны бар ғой, жақсылап бетін жауып тастаймын. Біраз бір 3-4 сағатқа. Сосын бар ғой, қарайсыздар, бұл мынау неме бидайымыз жарылу керек. Егер жарылмаған жағдайда қайталап сол 3-4 сағаттан кейін осындай қайтадан бетіп тағы да жайла баяу отқа қойып қоясыздар да, осылай бетін тағы көпіршік, осындай көпіршігі шығу керек, бетіне бар ғой, осындай көпіріп тұру керек. Содан кейін тағы да қайнатпай жауып тастайсыз. Егер де осы бір осылай ысытқаннан кейін көпіршігі шыққаннан кейін жарылмаған жағдайда екінші мәрте солай қайталауға болады. Егер де жарылса, жоқ, екінші мәрте жасамайсыз олай. Енді міне қазір мен бетін жауып тастаймын жақсылап. Мінекей ботқамызға етін турап, майдалап турап аламыз қазір. Қазір мынау қараңыздар, жаяның етін, сосын құйрық майды турадым. Мен ана сұйық май құймаймын. Осының бәрін ертіп, осы майға жасайтын боламыз. Қазір бәрін бұлай майдалап турап аламын. Қазық ата жал жая дейді. Мына жаяның майын осылай турап бәрін осының майына жасайтын боламыз. Осылай ертіп
көп шықпаймыз, етіп аламыз да, ары қарай етін салып осыған осы қазанына мінекей көріп тұрғандарыңыздай көп мұны майы шыққан. Мұны енді осыған азырақ пияз салып қойып жібереміз. Мінекей азырақ пиязын қорып алып, енді етін саламыз. Негізі бұрынғы әжелеріміз көбінесе мына қойдың іш майы, сиырдың іш майы және мына құйрықпен осы қазының майларды солармен тамақ жасаған ғой, тағамды көбінесе жасаған. Осыны олар мықтырақ болған. Етімізді жақсылап азырақ қорып алайық, сосын кейін бидай, жаңа жарылған бидайымыз. Мінекей мынау бидайымыз жарылыпты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Шын айтқанда мен сіздерге айта кетейін, бір мәрте қайнатқаннан жарылмады, қайталап екінші мәрте солай көпіршіктендіріп не қылдым, бұрқ еткізген жоқпын, қайнатпадым. Сол бетіне көпіршік тұрған кезде өшіру керек дедім ғой. Сол бесіне қайтадан екінші мәрте бетіне көпіршік тұрған кезде өшіріп қойдым, қайнатпай. Енді міне жарылыпты бидайымыз. Көрініп тұр ғой, барлықтарыңызға. Енді ары қарай мінекей азырақ етімізді қорып алып, енді бидайымызды саламыз. Мына жарылған дайын бидайымызды салып, енді оны азырақ су құйып жіберіп, тағы да қайнатамыз. Мінекей су құйдым, енді жайлап баяу отпен бұқтырып пісіре береміз. Мына көрермендер, мен сіздерге айта кетейін, егер де сіздер видеомды басынан бастап соңына дейін көріп, осы бидай ботқамызды жасайтын болсаңыздар, енді бір керемет болар еді. Өйткені бұның мен дәмін сіздерге айтып бұлай жеткізе алмаймын. Білесіздер ма? Айтып жеткізе алмаймын. Тура мен жасағандай жасаңыздаршы. Ертең неге маған өзіме жазып жібересіздер. Қандай керемет, шын мәнінде өте тамаша екен депші. Мен сіздерден сұранатыным осы ұмытылып бара жатқан бидай ботқамызды жасап көріңіздер міндетті түрде.